Бишімбаев сотта өзіне тағылған айыпты толығымен мойындамай отыр. Көптен күткен көктем келді. Қуандық, бірақ Қазақстанды ерген қар су басып жатыр. Қайнынысы аяғы ауыр жеңгесін сабап, құрсақтағы 9 айлық сәбиін өлтірген. Армағайын, осы аптадағы айшықты жаңалықтарға шолу жасаймыз. Бүгін жұма, демек сіздермен бірге жұмалайық жобасы. Салтанат Нүкенованы өлтірген үшін айыпталып отырған Қуандық Бишімбаев сотта өз ұстанымын айтты. Алқа билерінің қатысуымен негізгі сот отырысы өтті. Прокурордың айыптау актісінен кейін судья Айжан Көлбаева сотталушы Бишімбаевты тұрғызып, оған тағылған айыптармен келісетінін я келіспейтінін сұрады. Экс-министр өзіне тағылған айыптармен келіспейтінін мәлімдеді. Бишімбаев Қуандық Валиханович совершил правонарушение, предусмотренное статьей 110 части 2 пункта 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть причинение физических, психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. Также Бишімбаев Қуандық Валиханович совершил правонарушение, предусмотренное статьей 99 части 2 пункта 5 Уголовного кодекса, то есть убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью. Вину по предъявленным вам обвинениям признаете? Не признаю. Вам вменяется причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иные насильственные действия, совершенные в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. То есть статья 110, часть 2, пункт 1. По этой статье вину полностью не признаете. Я хотел бы сказать, Ваша честь, у меня даже не было... Мен кінәмді мойындамаймын. Менде оқиғаның қалай болғанын айтуға мүмкіндік болған жоқ. Қазір прокурордың оқып бергеннің бәрін ойдан шығарғанын ешқандай дәлел де айғақта жоқ. Сондықтан тағы айтайын, 110-шы бап бойынша қылмысты ешқашан жасаған емеспін. Оны мойындамаймын, деді Бишімбаев. Алқа билер экс-министрге тағайындалған айыптарды тыңдап шықты. Келесі отырыс 29 наурызға белгіленіп отыр. Сол кезде жәбірленуші мен куәгерлерден жауап алынады. Какие-либо морфологические признаки, характерные для падения, не обнаружено. В данном случае черепно-мозговая травма сформировалась от совокупности неоднократных воздействий, преимущественно в переднебоковых направлениях, при которых каждое следующее воздействие усугубляло действие предыдущего. Ввиду чего травма головы оценена как единое многокомпонентное повреждение. Еске салсақ, Қуандық Бишімбаевтың соты алқа билердің қатысуымен өтіп жатыр. Барлығы 12 алқа би бар. Оны негізгі екеуі қосалқы. Олар 300 үміткердің арасынан таңдалды. Ақтөбе облысындағы 4 ауданды қызыл су басып жатыр. Бұл туралы Асхат Шахаров айтты деп хабарлады облыс әкімінің баспасөз қызметі. Оның айтуынша оқиға орнында төтенше жағдайлар департаменті жергілікті атқарушы органның 650-ден аса қызметкер жүр. Сондай-ақ ол су тасқынына зардап шеккен барлық тұрғынға көмек көрсетілетінін атап өтті. Қазақстанның бірнеше өңірінде қарасу тұрғындарды әбігерге салды. Әлеуметтік желіде Ақмола, Ақтөбе, Қостанай, Батыс Қазақстан облыстарын су басып жатқан видеолар тарауда. Орал қаласында қызыл су басып төтенше жағдай жарияланды. Павлодарда қайнынысы жүкті жеңгесін өлімшетіп сабап, құрсақтағы 9 айлық сәбиін түсірген. Сұмдық оқиғадан әйел есін жоғалтып алған. Қазір ауруханада ем қабылдап жатыр. Аталған іске қатысты полиция қылмыстық іс қозғалды. Қазір күдікті қамауға алынды. Гүлмерей Қарсыбаева 28 жаста. Ол қазір ауруханада. Қатты соққыдан басы жараланып, миы шайқалған. Өзінің кімнің ұрып соққанында есіне түсіре алмады. Мен жүкті екенімді білдім. Ол есінде. Мен ішінде қыз болды. Мен көтергеннен бастап, сол қыз болды. Сосын атын да қойғымыз келді.
Күдікті қылмыс жасаған кезде есірткі қолданғандығы анықталды. Ал қайнынысының не себепті жеңгесін сабағандығы беймәлім. Жеңгесі де оқиғаның қалай болғандығын есіне түсіре алмады. Сол сәтте күйеуі де үйде болмапты. Ну, дефект черепа у него значительный, где-то 8 на 9 сантиметров. Науқастың басындағы жарықтың көлемі 8-9 сантиметрдей болды. Біз оның зақымданған бөлігін алып, орнын тіктік. Бас ми жарақаты кезінде есін жоғалту қалыпты құбылыс. Уақыт өте келе біртіндеп қалыпқа келеді. Қазақстанда букмекерлік кеңселердің жарнамасына толық тыйым салуға заң жобасы әзірленуде. Мәжіліс отырысында ойын бизнесі, лотерея ойындары жөніндегі заң жобасына бірқатар маңызды түзетулер енгізілу ұсынылды. 2023 жылы Қазақстандағы букмекерлік кеңселердің жылдық айналымы бейресми ақпарат бойынша 1 триллион теңгеге жетті деп мәлім етті депутат Елнұр Бейсенбаев. Қазіргі заң жобасының аясында бірінші кезекте 25 жасқа дейін ойын шектейміз. Екінші үлкен проблема қазір мен сіздерге айтайын. Енді ер азаматтар біле жатар, букмекерлік кеңселерде удамандар аккаунт арқылы ойын ойнайды. Яғни өзінің емес, бір жолдасының, болмаса бір ағасының аккаунтына өзінің картасы арқылы ақша сала береді. Екеуі бірге идентификация жасалмаған. Сіз біреудің лудаман, біреудің ойын несі арқылы өзіңіз сол сияқты ағаларының сондай жаңағы аккаунттарын алып алады да, інілері өздері өзінің карточкасынан ақша салып толтыра береді. Осы мәселеге тоқталып қойыламыз. Екінші мәселе толық жарнаманы, үйдің қасбеттерлерін, барлық жерде қазір білесіздер, барлық баннерлерде қазір бірақ қана жарнама қалды. Ол осылар ғана. Басқалардың барлық әлеуметтік желіге кетті ғой. Осыларды жоямыз. Үшінші мәселе барлық телеарналардан, үлкен-үлкен ірі порталдардан, жаңағындай, оның ішінде жаңалық порталдарының барлығынан бұл жарнама кетеді. Жарнама тек қана спорттық сайттарда, спорттық порталдарда және спорттық шараларда біз қалдырылды ұсыныстарымен. Мейлінше енді сол жақтағы түсіп жатқан қаражатты олардың салықтарынан спортты дамытуға, туризмді дамытуға жұмсауды жоспарлап отырмыз. Бұл да ертең қандай нәтижесін беретіні әлі белгісіз. Бірақ мейлінше өскелең ұрпақты біз жарнамадан шектейтін болсақ, онда олардың осы дүниеге әуестеніп кетуіне тосқауыл қоя аламыз. Енді алимент пен несие бойынша қарызы бар адамдар бәс тіге алмайды. Сондай-ақ 25 жасқа дейінгі азаматтарға құмар ойындарына ақша тігуге тыйым салынады. Осы аптаға келіп түскен маңызды жаңалықтардың реті осындай. Біздің YouTube каналымызға тіркеліп, пікір мен лүпіл қалдыра кетіңіз. Келесі жұмаға дейін сау болыңыздар.